Амансыздар ма балалар, қалдарың қалай? Балалар, мынандай бір есеп қарастырайық. Металдың бетіне толқын ұзындығы 0,36 микрометр, қуаты 5 микроватт жарық ағыны түседі. Түскен фотондардың 5% металдан электрондары жұлып шығарса, қанығы фототоғын күші қандай дейді. Енді фототоқтың формуласын жазып қояйық балалар. И тең болады Q бөлінген Т. Бірлік уақытында зарядтың шамасы. Енді бізде зарядымыз бұл жерде балалар электрон саны болып тұр. Ең көбейтілген E деп жазып қоямыз, балалар. Сонымен 2-ні бірге қойып, фототоқ күшінің жалпы формуласын қорытып шығарайық. Ең көбейтілген E бөлінген Т болды. Бұл жерде сонда балалар түскен фотондардың саны жоқ болып тұр, 5% қажет болып тұр. Ол үшін қуаттың формуласын жазайық балалар. П дегеніміз түскен жарық энергиясын уақытқа бөлінген кетеді. Бұл бір фотон энергиясы. Енді барлық фотон санын жазу үшін ең толық саны деп жазып қоямыз, 4. Осы жерден түскен жалпы фотон санын есептеп шығарады. Жалпы толық түскен фотон санын фотоэффект қорытындысында П көбейтілген Т бөлінген Е болды. 5-ші теңдеу. Бірақ бізге барлық фотон саны керек жоқ, 5% дейді. Сондықтан 5%-дан арылған формуланы жазайық. Яғни пайдалы әсер коэффициент формуласын N бөлінген жалпы түскен электрон санына бөліп 100-ге көбейте саламыз. Бұл біздің 6. 5-ті 6-ға қойық деп жазайық балалар. 5-ті 6-ға қоямыз. Сонымен етті тең болады. N көбейту 100% П көбейтілген Т бөлінген Е болды. Сонымен N Е көбейту 100% бөлінген П көбейтілген Т болды. Бұл біздің 7-ші теңдеу болды балалар. Басымен аян біріктіріп бір жазып қойық. Сіздерге түсінікті болсын. Етті тең болады. N көбейтілген Е көбейтілген 100% бөлінген П көбейтілген Т. Бұл біздің 8. Енді осы жерден балалар түскен фотоэлектронын 5%-ын өрнектейтін формуланы қорытып шығарып алайық. Етті П көбейтілген Т бөлінген Е көбейту 100% деп шығарып алуға болады екен. 9-ші теңдеу. Бірақ бұл жерде балалар бізде жарықтың энергиясы жоқ. Энергиясын бірақ толқын ұзындығы бар. Сондықтан толқын ұзындығы арқылы өрнектеп жазамыз. H көбейтілген С бөлінген лямбда 10. Енді 10-ды 9-ға қойық деп жазып қойық балар. 10-ды 9-ға қоямыз. Сонымен N тең болады. Етті П көбейтілген Т, H көбейту С көбейтілген 100% бөлінген лямбда. Лямбданы бөлшектің алымына шығарамыз. Сонда етті П көбейтілген Т көбейтілген лямбда бөлінген H көбейту С көбейтілген 100% шықты балалар. Бұл біздің 11 дейік. Енді 11-ді балалар біздің мақсатымыз қанық фототоғын шамасын тау ғой. 11-ді 3-ке қоямыз сонда. 11-ді 3-ке қоямыз. Сонымен И тең болады. N көбейтілген Е тағы жазып қойын, сіздерге түсінікші болусын, бөлінген Т болды. Енді жәнеген өрнектеп шығардық. Орнына қойық бұлар. Етті П көбейтілген Т көбейтілген лямбда көбейтілген Е бөлінген Т көбейту H С көбейту 100%. Бізде міне уақыт жоқ болатын, құтылдық белгісізден. Сонда бізде қалды. Етті П лямбда көбейтілген Е бөлінген H көбейту С көбейту 100% қалды. Бұл біздің 12-ші теңдеу болсын балалар. Енді басымен аян біріктіріп бір жазып қойық. Сонымен біз қанығы фототоқ күшін арылған формуланы қорытып шығардық балалар.
ета көбейтілген п көбейтілген лямбда көбейтілген е h көбейтілген с көбейту 100%. Орнына қойып есептеу ғана қалды. И тең болады. Бізде 5% ғана түскен фотоның 5% ғана қанағы фототок күшін тудырған Столетов заңы бойынша. Сонымен 5% дегеніміз 5 көбейтілген 10-ның минус 2 дәресі минус 2 дәресі пайыз көбейту. Қуатымыз 5 микроватт, 5 көбейтілген 10-ның минус 6 дәресі ватт. Ток ұзындығы 0,36, 10-ның минус 6 дәресі метр. Ал электрон заряд шамасын бәрін білеміз. Бір электрон заряд 1,6, 10-ның минус 19 дәресі кулон. 6,63, 10-ның минус 34 дәресі жол көбейтілген секунд. Көбейтілген 3 көбейтілген 10-ның 8 дәресі метр бөлінген секунд. Енді бірлігін шығарайық балар, секундпен секунды қысқартамыз. Метр мен метрді қысқартамыз. Сонымен ватт бөлінген жол деген зор, бір бөлінген кулон е, сонда бір бөлінген секундты береді. Сонда кулон бөлінген секунд амперді береді. Сонда біздің бірлігіміз шықты балар. Бірлігіміз шықты. Тең болады. Ампер болды. Дәрежесін шығарайық балар. 38. Нарда 10-ның 2 дәресі пайыз не? Пайыз мен пайызы қысқартуды ұмытып кеттік. Пайыз мен пайызы қысқарды. Сонда астына минус 24 қалды. Үстінде 19, 12, 31, 33. 33-тен 24-ті алсақ, 10-ның минус 9 дәресі. Минус 9 дәресі. Енді өздеріңіз асықпай есептей жатасыздар. 0,172 шықты балар. Сонымен ток күші, қанығы фототок күшінің шамасы 7,2, 10-ның минус 10 дәресі ампер болды. Жауабы деп жазып қойып балар. Жауабы. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар.